Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай шәйге арналған өте тез дайындалатын іске басарлар дайындап үйренеміз. Қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен бізге осындай крекер печеньелері, қойытылған сүт, қалауыңыз бойынша грек жаңғағы қажет болады. Крекер печеньесін оқтаудың көмегімен ұсақтап майдалап аламыз. Дайын болған печеньемізді бөлек ыдысқа қоямыз. Ендігі кезекте біздің грек жаңғағымызды целлофанға салып, жақсылап үстін оқтаудың көмегімен басып ұсақтаймыз. Екеуін қосып, оның үстіне қойытылған сүтімізді қосамыз. Сіздер қалауларыңызша вареный түрін қолдансаңыздар да болады. Міне осы үшеуін жақсылап араластырып, үйіңізде қандай форма бар, мысалы стакан формаларына, тағы да басқа түрлі формаларға салсаңыздар да болады. Мен осындай арнайы кекс пісіретін ыдыстарға салып қойдым. Өте дәмді әрі 10 минутта тез әзір болатын осындай тіске басарлар. Қалауыңыз бойынша ыстық шоколадты ерітіп, ыстық суда үстіне жағып шықсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Сіздермен болған Фариза Ас.